Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Білгенмен бөлсем YouTube арнасында сіздермен бірге Мадина Қоңырбекқызы. Бүгін мен сіздерменен Google формадан тест жасау бойынша бөлісетін боламын. Сіздер әдеттегідей Google браузеріне кіресіздер, кешегі сабақта үйреткендей, мына 9 нүктені басасыз. Бұл жерде Google өнімдердің сервистері деп айтуға да болады. Осы жерде мына формы дегенді басасыздар. Сіздерге осылай ашылады. Осы жерде мына пустой файл дегенді басамыз жұмыс жасау үшін. Мінекей жаңа парағы бізге ашылды. Мен сіздерге дайын жасаған жұмыспен бөлсейін. Мінекей мен мына YouStudy'дан жаңағы педагогика сұрақтары бойынша 30 сұрақпен тест жасаған болатынмын. Міне тестпен осылай жасадық. Сосын бұны әріптесіміз екеуміз осы тестпен жұмыс жасаған болатынбыз. Оның жауаптарын барлығы міне ответы деген жерге келеді. Осылай көруге болады. Енді ответы деген жерде мынау плюсті басамыз ғой. Осы плюсті басқанда біздің мынау барлық жауаптарымыз шығады. Мінекей қай күні тапсырды, қай уақытта, неше рет, бірінші тапсырғандағы балымыз, ең соңғы қанша жетті, мысалы, кім оны тапсырып жатыр деген сияқты, осының барлығы осы жерде осылай көрінеді. Сіз де осындай тест жасағаннан кейін оқушыларыңыздың аты жөні бәрі жазылып, осылай қанша балл алды, барлығын осылай көре аласыз. Енді осындай жұмысты біз қалай жасаймыз? Ол бойынша қазір мен сіздерге көрсетемін. Бізде жаңа парақ ашылды. Енді осы жаңа параққа бастайық. Новая форма деген жерге қазір мен биологиядан бір не дайындап қойдым. Қазір мінекей сұрақ. Ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған тест тапсырмалары. Мына жерге ұлттық бірыңғай тестілеу дегенді алып осы жерге қояйын. Тура осы шрифтпенен тұра берсін. Мына жерге описаниясына жазайық. Бұл 11-ші сыныпқа арналған бірінші тарау бойынша сұрақ екен. Оны мына описаниясы деп тұр ғой, осы жерге қоямын. Артығын алып тастаймын. Енді мына жерден бастап біз тесттің сұрақтарын қоямыз. Ең алғашқы бұл жерге жазылады. Бізде тест тапсырушының аты жөні деп жазсаңыз болады, немесе оқушының аты жөні деп жазсаңыз болады. Егер де сіз аноним түрде алатын болсаңыз, онда сіз оқушының, қатысушының деген сияқты ешқандай бұндай ат жөнін сұрап жазбайсыз. Ол анонимді болып саналады. Мына жерге енді вариант емес, бізге текст строка керек. Өйткені бізге әр оқушы өз ат жөнін жазады. Ол үшін қажет бұл. Мінекей, осыны қойдық. Енді бізге мына келесі сұрақты қосуымыз керек қой. Келесі сұрақты қосу үшін қостық. Енді маған не керек? Мынау бірінші сұрақ керек. Мен қазір көп емес, бір 3 сұрақты ғана жасаймын. Қай жер еді? Мына жерге бірінші сұрақ қойдым. Енді осы бірінші сұрақ ешкімге ерекшеленіп тұру үшін жирный қылып былай қойып қойсам да болады. Одан кейін міне 5 жауабы бар екен. Осыны копировать етіп алып келіп, мына жерге сразу вариант тұр ғой, сол жерге Ctrl-мен V-ны сразу басам, сондай кезек-кезек қайтып әкеліп жаза берудің қажеті жоқ та. Копировать, ставьте осы жерге бірақ қойыңыздар. Мінекей, обязательно вопрос қосылып тұр. Енді екінші сұрақ. Екінші сұрақты алып келейін мына жақтан. Мінекей. Екінші сұрақты алып келем. И мына жерге қоям. Ставить етіп отырмын. Міне жирный қылып қояйын. Мына жақтан жауабын алайын. А нұсқасын барлығын копировать етіп аламын. Осыны алып барып, мына жерге ставить деп бассаңыздар болады осылай. Міне, сразу келеді. Қойдық. Енді бұл жерге настройкаға барамыз. Бізде енді қай жауабы дұрыс болуы керек қой. Настройкаға барып, осы жерде мына тест деп тұр ғой. Тест дегенді бәрін қосамыз. Мынаның барлығы қосылады. Екінші параметр максимальный балл, жаңағы 1 балл болсын, бір дұрыс жауапқа 1 балл деп қоясыздар енді. Сосын ответы деген жерге барамыз. Ответы деген жерде ештеңені қозғамаймыз. Тура осылай тұрады. Одан кейін презентация деп тұр ғой. Осы жерге барамыз. Презентация деген жерде тек қана мына жерде посмотреть баллы деп тұр ғой. Осыны қосамыз мына жерін. Так, мыналар осылай тұрады. Болды. Енді келесі настройка бізде мынау настройка по умолчанию деп тұр ғой. Бұны қоспаймыз еш нәрсені. Ең астың тұр ғой. Осы кейбіреулерінде былай сөніп тұрады. Бұны қосасыз міндетті түрде. Осылай жасайсыз. Мына ответ записан деп тұр ғой.
осы жерде өзгертсеңіз болады. Немесе тестке қатысқаныңызға рахмет, или соңында жауабыңыз қабылданды деп, мен көбінесе осылай ответ записан деп тұр ғой, соның орнына осыны аламын, жауабыңыз қабылданды деп сохранить басам. Мінекей настройкасын жасап болдық. Енді біз мына вопросы деген жерге қайтып барам. Тест сұрақтарын қойдық. Екі сұрағын енді осы жерге дұрыс жауаптарын қалай белгілейміз, соны көрсетіп жіберейін. Мына біріншісінде аты жөні тұр ғой, сол жерге біз мына ответы деген жерге барып, біз мына жерде 1 деп тұрады сіздерде автоматически. Сіз ол жерге 0 деп өзгертіңіз, сосын готово деп басасыз. Өйткені бұл оқушының аты жөні жазылғаны сізге балл болып саналмайды, ол алып тастайсыз. Одан кейін бірінші сұраққа барасыз, иә. Бірінші сұраққа барғанда енді жаңағы тестта мына жерде белгіленбепті қайсы дұрыс бұрыс деген сияқты. Мен сондықтан мысалға бірінші сұрақтың жауабы мынау ответы дегенге барып, мысалға бірінші А нұсқасы дұрыс деп белгілей салып жатырмын. Мінекей. Бұл бітті. Енді екінші сұраққа келем. Екінші сұрақта да қайсы жауабы дұрыс деп тұр, е. Сондықтан мен оны ответыға барамын. Мен Д нұсқасы дұрыс деп белгілей саламын. Қай дұрыс жауап болады, соны алдын ала сіз галочка қойып қойасыз осылай, готово деп. Болды. Тағы да бір сұрақ көрсетейін, үшінші рет қалай қосамыз. Тағы да добавить вопрос басамын. Мына жерде үшінші сұрақты алып жүрейін. Үшінші сұрақты копировать етіп аламыз осылай. Бұны мына жерге ставить етіп қоям. Жирный қойып қоям, көрініп тұру үшін кішкене сұрақтың. 4 нұсқасын алып, осы жерге ставкаға қоямда, бұның жауабын қалай белгілеймін? Ответы деген шалт астына басамын. Примерно осы дұрыс жауабы деп мен жай белгілеп жатырмын, пример болсын деп, готованы басып қоямын. Енді жоғары жағына барамыз. Настрой тему деп тұр ғой, сол жерге барайық. Өткендегідей жазуларын өзгертсеңіздер де болады. Мысалы, тура осы типінде қалдыра берейін. Тек қана мен суретті өзгертейін, верхний изображениеге. Биологиядан осында ставкаға қойып, осылай өзгертуге болады. Темасы барлығын. Немесе бұны мен жаңа бір дайындап қойдым, Google формада тест жасау деп, енді осыны сақтауым үшін поделицаға барамын, скачать деп басам, JPEG тұр ғой, тип файла JPEG таңдаймын. Сосын мына жерде страница тұр, менде 3 не жасаған осындай форма. Маған бірінші страницасы керек, сосын готованы басам. Сосын скачать деп басам. Онда ол қазір маған сурет болып сақталу керек тұғын. Мінекей. Енді мен неге барайын? Мынаны өзгертуім керек, таблеткаларда. Сол үшін верхний колончатуға барып, добавитьқа барам, обзорды басам, загрузканың ішіне түсу керек болып, міне, тұр, дайын тұр. Осыны жүктеп алам, міне осылай келеді, сосын готованы басам. Мінекей, қазір. Мінекей, менде барлығы дайын тұр. Тестті осылай жасайсыздар. Осы тест біткеннен кейін бөлісу үшін отправить кнопкасын басам. Сілтемеге барам. Мына бір рет шертіп жүріп копировать етіп аламын. Осыны WhatsApp-та бөлсем болады, WhatsApp-қа. Немесе бұны мен жаңа короткая ссылка жасап алам. Короткая ссылканы жасау үшін мынаны кіріп, мына кликер деген бар. Соған қоямда жаңа кликті басам. Міне короткой не шықты, сілтеме шықты. Енді осыменен мен оқушыларыма таратып жұмыс жасай аламын. Мына жұмыстан қалай шыққанын көру үшін көз тұр ғой, белгісі просмотр. Оны басам. Мінекей, қазір менде осындай жұмыс шықты. Балалар аты жөнін жазады. Мысалға, мен оқушымын, фамилиямды жазамын. Мынаның жауап берем. Мінекей. Отправить етем. Жауабыңыз қабылданды, посмотреть баллы деп тұр ғой, осыны қарайтын болсақ, мінекей, бірінші сұрағым қате, ол негізі А нұсқасы болған, екінші сұрағымда қате жауап бергем, үшінші сұрағымда қате болған. Ол мұғалімге де жақсы, оқушыға да жақсы. Сондықтан сіз де пайдаланыңыз, жасап көріңіз. Ақпарат пайдалы болса, комментарий қалдырыңыз, лайк басуды сұраймын. Рахмет барлықтарыңызға.